Баршаңызға сәлем достар. Бүгін таңғы асқа өте керемет болатын гранола рецептісімен бөліскім келіп отыр. Алдымен балды аламыз. Менде осындай сұйық түрі, үстіне ерітілген сары май және корицаны салып араластырамыз. Барынша іртігі кеткенше араластыруға тырысыңыздар. Балдың табиғи түрін қолданған дұрыс, ешқандай да қант қоспасынсыз жасалғаны керек, себебі соңында өте дәмсіз болып шығып кетеді. Сұлы жармасының осындай ешқандай қоспасы қосылмаған түрін қолданамыз. Жасап қойған ерітіндімізге азғантай мөлшерде салып араластырып аламыз. Қажетті заттардың толық мөлшерін видео астында описание бөлімінен қарап көріп алсаңыздар болады. Пергамент қағаздың бетіне барынша жұқалап жайып, қызып тұрған духовкада 180 градуста 20-30 минутқа салып пісіріп аламыз. Бірақ естеріңізде болсын, әрбір 5-7 минут сайын духовкадан шығарып, араластырып тұруларыңыз керек, себебі шеттері күйіп, ортасына жылу бармай қалады. Жаңғақтың кез келген түрін алсаңыздар болады. Қоспа түрінде бірнеше түрін қосып істесеңіздер де болады. Менде осындай бір ғана түрі бар екен. Соны қолдандым. Осылай қытырлап дайын болып тұрған граноламыздың үстіне жаңғақтарымызды салып араластырып аламыз. Және кез келген құрғақ ыдысқа салып, жай шкафтың сөресінде сақтаймыз. Ешқандай да холодильникке салып сақтаудың қажеттілігі жоқ. Жылы сүттің үстіне салып таңғы асқа жесеңіздер өте дәмді, жасап көріңіздер.